Маңғыстау облысында 25 жастағы азамат адам сенгісіз жағдайды бастан өткөрді. Абылай Сүлейменов Каспийге суға түсуге барып, жел тұрып, ашық теңізге шығып кетіпті. Көліктің камерасымен қалқыған ол 3 күннің ішінде 2 рет Бакуге барып келген. Айта кетейік, Ақтау мен Бакудың арасын ұшақтың өзі 50 минутта әрең ұшып өтеді. Абылай өмірге қайта келгендеймін дейді. Биыл ораза ұстаған жігіт ауыз ашардан кейін достарымен теңізге барады. Суға КамАЗ көлігінің кәмірімен түскен оны әп-сәтте толқын әкетіпті. Қасында болған жолдасы абдырап қорыққаннан хабарды Абылайдың ата-анасына тек ертеңінде айтқан. Содан құтқарушылар айдынды қайық және кемелермен шолып, төбеден тікұшақпен іздестіріп таба алмаған. Суға батқан жігіт 4-ші күнге қарағанда песчаный мүйісінен тірі табылды. Оны Иранның кемесіндегі экипаж мүшелері құтқарып алып, Қазақстандағы мамандарға хабарлаған. Абылай 3 күн бойына дөңгелек резеңкесімен қалқып, 2 рет Бакуге барып келгенін айтады. Барып теңізге түсіп, шамалы жүрдік, толқын күшейіп кетті теңізде. Дос болған кері қарай жүзіп кетті, мен де жүзе алмай, дәрмен болмай қалып қойдым сол теңізде. Ары қарай ашық теңізге кеттім. Кәмірмен. Сол кәмірмен, толқынмен сол күн таңда 15-ші шағын ауданнан шықтым. Бірақ жағаға жетуге менде мүмкіндік болған жоқ. Әлі болған жоқ, шаршап қалдым. Сол толқын кері қарай соқты. Сол толқынмен Бакуден бір шықтым ары қарай. Баку көрінгені, маған Баку екен білгенім. Иероглиф жазулар, Азербайжан жазулар. Самолет ұшып баратты мен баратқан кезде. Жағаға жету болды мақсат тек. Абылай өмір мен өлім арасында жүріп мақсатына жетті. Ашық теңізде тірі қалғаныма әлі сене алар емеспін дейді. Қазір ол облыстық аурухананың жарақат бөлімінде жатыр. Денсаулығы қалыпты. Азаматтың батыр қадамына дәрігерлердің өздері аң-таң. У него отмечалась гипотермия, температура тела 32 градуса. Жігіт жан сақтау бөліміне түсті. Оған қан қысымының